Сәлем құрметті көрермендер, бүгін сіздермен өте жұмсақ, нәзік әрі дәмді молочная девочка тортын жасайтын боламыз. Осындай ерекше рецепттерді жіберіп алмас үшін ең алдымен каналыма жазылып, қоңыраушаны басып қойыңыз. Ыдысымызға 3 жұмыртқамызды салып, үстінен тұзымызды саламыз. Және де сгущенканы салып, шамамен 10 минуттай жақсылап ақ көбік болғанша біз миксерлейтін боламыз. Үстіне біз бөлме температурасындағы жұмсақ сары майымызды саламыз. Және де ұнымызға қопыстықшымызды араластырып, 3 шай қасық қопыстықш қажет болады. Жақсылап араластырып, біз жаңағы массамызға, ыдысымызға саламыз. Оның барлығын бірден салуға болмайды. 3-ге немесе 2-ге бөліп салып отырыңыздар.